Алматыда 9 қабаттан өзіне қол жұмсап, 3 сәби менен өлім құшқан ананың қазасы бүткіл қазақ елінің қасіреті. Бұл ешбір елде болмаған масқара уақиға. Биліктің қара халықты қандай жағдайға әкелгенінің нақты көрінісі. Осы қайғылы хабарды естіп, көзімізге жас толып, көкірегіміз қарс айырылуда. Мына былық қоғамның құрбаны болған қайран періште сәбилер-ай. Ашынғаннан шығады ащы даусым. Кімге керек атағың әлем білген, кедей жылап байларың сақ-сақ күлген, жамбасының астында байлық жатып сорлы қазақ қалт-құлттап өмір сүрген. Кімге керек сарайлар салтанатты, тартып жүрсе қазағың миханатты. Кімге керек әлемдік жиналыстар шешпей жүріп өзіңде істі нақты. Кімге керек экспо саммиттерің, жеп жатқанда халқыңды саниттерің, бар байлығың сатылып әркімдерге жалға кеткен шырайлы барлық жерің. Кімге керек 100 қадам жаңғыруда, Қытай қорлап қазақты мал қылуда, дипломмен жұмыс жоқ, баспана жоқ, шетел асып жастарың қаңғыруда. Кімге керек қауіпсіз кеңестерің, ордасындай туыспен жерлестерің, арыс жамбыл 5 сәби өртенбесе қоғамдағы былықты көрмес дедің. Кімге керек Путинге жағынғаның, мемтіліңді сорлатқан ашпай бағаң, атазаңды шимайлап күнде түзеп парламенттің жоғалтқан беттен арын. Кімге керек жолдаумен жалған нұсқа, миллиардтар шашылған тектен босқа, жоқшылықтан жасана 3 сәбимен өзін өзі қол